Ассалаумағалейкум көпшілік. Үш сұмдық ақпаратты сіздерге жеткізгіміз келеді. Қытайдың адамзатқа әкелген апаты коронавирусты білесіздер. Бұл тақырып бойынша Қытайдан төлем талап етуші елдердің қатарына Германия қосылды. Американың жалғыз өзі Қытаймен алыса берсін, біз шетте тұрып қызығын көрейік, ақшамызды да шашпайық, басымызды да ауыртпайық дейтін Италия, Германия, Франция сынды ағылшын тілінде сөйлемейтін, ағылшын тілін тым жақтыра бермейтін осы үш мемлекет негізінде Америкамен тым жақсы емес. Батысты бір тұтас бір тұлға деп ойлағанмен де, олардың ішінен де шығу нәсіліне, тегіне, тіпті кезіндегі тарихи сана түйсіктеріне, немесе сөйлеген тіліне қарай бөлінеді іштерінен. Соның бірі өткенде ғана әлемге әйгілі тыңшылық ұйым бес көз ұйымы туралы арнайы ақпарат жариялағанбыз. Яғни Америка, Канада, Аустралия, Жаңа Зеландия, Англия бастаған бір тілде сөйлейтін бес мемлекеттің әлемге әйгілі тыңшылық ұйымдарының өзара ақпаратты ортақ пайдалану ұйымы туралы Екінші дүниежүзілік соғыс және осы кездегі анти-қытайлық коалиция, яғни Қытайдың фашизміне, қызыл фашизмге қарсы тұру күрестегі осы бес көз ұйымы туралы айтқанбыз. Енді осы ағылшындар соғыссын, біз өзімізбен өзіміз болайық дейтін немісте, Италияда, Францияда ес жиып келеді. Соның біреусі міне қазіргі Германия. China owes Germany 149 billion euro in coronavirus damages деген мақала жарияланды The Week-інде. Ал енді бұл мақала 149 миллиард еуро төлеуге тиіс дейді Қытай. Себебі коронавирустан дәл қазірге дейін Германияға келген шығын 149 миллиард еуро екен. Бұл өте жағымды жаңалық. Яғни Қытайдың жағасына жармасқан тағы бір күшті қуатты қол Германия. Жан саны 80 миллионнан әлдеқайда артық және өзі тұтас бір Еуропада өте маңызды рөлге ие бүкіл өндіріс, әсіресе техника, жоғарғы технологияда әлемге әйгілі Германияның Қытайға қарсы одаққа қосылуы бұл жағымды жаңалық. Бұл сіздерге айтайық деген бірінші ақпаратымыз. Екінші ақпаратымыз. Ең қызық дегенде батыстан үш журналист әлгінде осы түстен бұрын бізге хабарласып, сіздердің Солтүстік Кореямен қандай да бір байланыстарыңыз бар ма? Солтүстік Кореяның анау үшінші ұрпақ императоры жаңағы өліпті дейді. Не айтасыздар бұл туралы дейді. Олардың ойында біздің Қазақстан, Ресей, Солтүстік Корея бәрі жаңа идеологиялық жағынан бір одақтас, Қытаймен дос. Сондықтан батысқа айтылмаған ақпарат бұлар біледі деп ойлайтын сияқты. Өлләхи, белләхи. Ол енді жаңа жап-жас жігіт еді, атасынан қалған, жан билікті алған үшінші ұрпақ. Ол енді өліп жатса, біз енді не айтамыз? Біз ол туралы дым білмейміз деп жағы үш тілшіге қайтардық. Олар енді Солтүстік Кореяның басшысы өлгендігі туралы сендердің орыс тілді не қазақ тілді ақпаратта бірдеңе бар ма деп бізден сұрап жүр. Енді батыстық көзқарас бойынша біз Солтүстік Кореяменен одақ екенбіз. Елдің бәрі білмейтін сырды біз білетін көрінеміз. Бұл енді екінші жаңалық. Енді Солтүстік Кореяның қазіргі жас басшысы білесіздер, ол өзі сол мемлекетті әкесінің қолынан алды, әкесі атасының қолынан алды. Үшінші ұрпақ сол 20 неше миллион халықты билеп төстеп келе жатыр. Ауыр азапта жасап келе жатқан Солтүстік Корея халқы шын мәнде адамзаттың ішіндегі ең бақытсыздары. Ұқсас Корея халқы еңбекшіл, еңбекқор, жаңағы сондай фантазиясы кең, тапқырлық жаратуға құмар бір ұқсас Корея халқы. Тек жүйесі ұқсамайды. Оңтүстік Корея батыстық демократиялық өркендеу жолына түсті. Яғни ең қысқасы қаншама басшыларын жаңағы тексеруге алады. Өзінің университеттен курстасының қызының университетке түсуіне титтей көмектескен үшін ана әйел президент жаңағы қолға алынды, тұтқындалды. Демократия ма? Демократия. Титтей ақша жеп қойды, тұтқындалады. Ал енді Оңтүстік Корея бүкіл әлемді техникамен қамдап тұр. Samsung, Оңтүстік Корея, LG,
оңтүстік Корея. Дайво, оңтүстік Корея. Hyundai, оңтүстік Корея. Тағы біз білмейтін қанша заты бар, Құдай біледі. Бүкіл жер әлемде үйіңде кіріңді жуатын кір жуғыштан ұялы телефоның, телевизорың, осы сенің мінген машинаң бәрі солтүстік Корея. Бір халық, тегі бір, нәсілі бір, жеген тамағына дейін бір, қарасаң түрі де бір. Біреусі фашистік коммунистік режим, екіншісі демократиялық батыстық режим. Біреусі жаңағы ұлы Ресейдің досы, жаңағы сіңірі шығып, үрерге иті, сығарға биті жоқ болып отырған Ресейдің досы. Саясаты да сол қылышынан қан тамған. Екіншісі ашық өркениетті, демократиялы, жариялы батыстың досы. Батыспен дос болған Корей аспан құшты, жасамаған заты жоқ, бүкіл жер әлемдегі ең озық елге айналып отыр. Ресеймен дос болған солтүстік Корея жер әлемдегі ең сорлы, ең қауіпті, ең қатерлі ел болып отыр. Ал енді осының басшысы өле қапты дейді. Енді Қазақстан не деуші еді, енді өлсе өлем қапсын, енді баратын жері белгілі біздің түсінік бойынша. Құдайды жоқ деген өзін-өз Құдай деген коммунистерді Құдай тағала тозақта күйдіреді. Оған 100% сенімдіміз. Себебі барлық Ибрахим діндері бойынша мейлі ислам болсын, христиан, католик болсын, немесе иудейлердің діні болсын, оларды бұл құдайсыз коммунистердің баратын жері тозақ деп бізге Құдайдың осығанға дейінгі жіберген барлық елшілері жеткізіп қойған. Себебі олар құдайсыздар. Ұзаса сол тозақтың лауылдаған отында Маркс атасы алдынан күтіп алар, Энгельс атасы сақалын отқа орап, сақалын енді көз алдарың елестерінде Маркс пен Энгельстің сақалдары лаулаған оттың ішінде «Hello, my baby, welcome, біз қателесіппіз» деп тозақта алдын күтіп алар. Ленин күтіп алатын шығар, Сталин күтіп алады, Мао Цзедун күтіп алады, тағы басқа да осы күнге дейін кеше өлген және өлмеген бүгінгі тірі коммунистердің де баратын жері сол енді. Оны мен айтып отқан жоқпын, оны бұғанға дейін бізге илахи кітап иелері болған бүкіл христианың да, католигің, еврейің де, мұсылманың да соны айтады. Құдайсыздардың баратын жері сол. Сондықтан оларды қайтыс болды демейді. Бізде мына бір қазақ тілін дұрыс білмейтін 5 жылдық журналистикасында тойдың тамадасы болып өткізіп кеткен бейшара журналистер мына жат діндегілер немесе сол сияқтылар өлсе қайтыс болды дейді. Атаң басы қайтыс болды. Қайтыс болды деп мұсылманға айтады. Себебі жаңағы илахи кітап иелері бойынша мейлі христиан, католигің бол, мейлі Інжіл, Зәбір, Таурат, Құран қайсысын қарады. Не дейді адамды? Адам атаны жәннатта жаратылды дейді. Жәннатта жаратылған адам қайтты, жер бетіне түсті. Кімнен? Қауана, анау, мына әңгіме, әркімді әрқалай айтады, е? Бірақ бір ортақтық жәннатта жаратылды. Енді сол адам жанын тапсырды, демі үзілді. Қайтты? Қайтты. Жаңа келген жері қай жер, оның мекені қай жер? Жәннат. Соған қайтады деген үміт ол. Сондықтан оны қайтыс болды дегені сол өзі жаратылған жерге қайтты деп айтады. Ал енді жаңағы бейшарадаршы, құдайсыз бейшарадаршы. Олар да жәннатта жаратылғаны менен, бірақ олар өз жерге бармайды ғой мәңгі бақи. Сондықтан оларға қайтыс болды деген сөзді айтпайды. Бала күнімізде үлкендер жаңа бір кәпірлер өлсе қайтыс болыпты деп жазса, "Тәйтәрі, мынау не дейді?" деп сөйтіп тиіп тастайтын. Біздің жаңа сауатсыз журналистер де сөйтіп былжырап жүр. Ал енді бұл менің екінші айтатын жағалығым. Жалпы енді оның шын өтірігін алда бірнеше уақыт енді коммунистер білесіздер ғой, бір ай, 2 ай тіпті жарым жыл жасырады, ары Құдай көрсете жатар. Бірақ таң бозынан 3 батыстың тілшісі звондағанда өзім кәдімгідей жаңағы біртүрлі болып қалдым өзі. Сендер сол солтүстік Корейдің ақпаратын білесіңдер ма? Сендер жақта бірдеңе жазып жатыр ма? Батыс тілшілерінің назарында біз солтүстік Корей мен категориямыз бір екен. Ал бұл екі. Үшінші ақпаратым. Тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілерінің басшысы Бекзат Мақсұтқанұлы бауырымызды тергеген құзырлы мекемелер құпиялықты сақтау келісіміне қол қоясың деп қысапты. Құпиялықты сақтау келісіміне қол қоймайым депті ол. Мен мемлекеттің саяси құпиясын білмеймін, өмірі әскери қызметте болмадым. Мен ешқандай құпияны білмеймін және оны сақтауға міндетті емеспін депті. Онда соны қол қоймаймын дегенің үшін қол қоясың депті. Бұл енді сұмдық оқиға. Бір жай волонтерлік ұйым, еріктілер ұйымы күйеуі Қытайда қамалып қалған аш-жалағаш отырған тірі жесірге көмектессе, ата-анасының екеуіне біреуі Қытайда қамалып қалған аңырап отырған тірі жетімдерге көмектессе, ол немене сонша тергелуге тиіс?
Біздің істеп жатқан ісіміз кімнің жүйкесіне тиіп отыр? Бізді жер әлемде жек көрсе, бір-ақ адам жек көрсе керек еді. Ол Си Цзиньпин еді. Ал біздің қазақтардың неғып сонша жаны шығып бара жатыр? Бекзатты тергегеніне, не үшін Бекзаттың үстінен арыз жазады, арыз жазғыштар? Енді дәл қазір ғалымды тергеп жатыр екен. Ғалымның әкесі Рақыжан Зейнолла 16 жылын Қытай түрмесінде өткізген адам. Қазір міне 13 жыл Қытай түрмесінде отырып, 1 жыл 1 ай Қытайдың жаңа концлагер түрмесінде отырып, одан кейін міне үй қамақта отыр. Ал әкесін Қытай қылмыскер деп қамаған ғалым Рақыжанды енді әкесін Қытай қамағанда баласын Қазақстанның құзырлы мекемесінің тергеуі неден. Осы әлгі ең кішісі ғалымға көп жазатын. Ғалымда оның бәрі скриндер тұр. Сенің әкеңді білеміз ғой деп қорқытатын әлгі ең кішісі. Сен сол Атажұрттың видеосын түсіресің, монтажын сен жасайсың. Біз сенің әкеңді білеміз деп ең кішісі. Әкесінің Қытайдағы туыстарына дейін айтып, ең кішісі осы анау 2017-ден қоқан-лоққы жасайтын. Сонда бұл қандай контраст? Жоқ әлде ғалымды Қазақстанда қамайын деп отырма біреулер. Сонда жақсы болды. Онда бүкіл әлемге мен бүгін не жазып тастадық міне. Дәл қазір біз жазып жібердік. Әкесі Қытайда 16 жылдан 17 жылдан бері түрмеде отырған. Оның өзінде Қазақстанның шпионысың деп соттап жүрген Қазақстанның құзырлы мекемелер ол туралы ләм-мим демей қойған. Ләм-мим демей қойған ғалым Рақыжанды Қазақстанның құзырлы мекемесі тексеріп жатыр. Енді қызық контраст. Әкесін Қазақстанның шпионы деп Қытайда соттаса, онда ғалымды Қытайдың шпионы деп Қазақстанда соттаса, қандай контраст болады, қандай таңғажайып оқиға. Ана біздің осы уақытқа дейін үнсіз қалған жазушыларымыз, менен 20 жылдан кейін сұмдық оқиға деген роман жазам деп қиялдап кетеді. Олар қазір жазбайды, ана ертең компартиялар құлағаннан кейін барып жазады, сыйлық алу үшін. Бұл менің үшінші оқиғам. Жалпы Атажұрт халықтікі. Серікжан Біләшұлының да меншік емес, ғалым Рақыжанның да меншік емес, Бекзат Мақсұтханның да меншік емес. Атажұртты Атажұрт қылып құрған алдыңғы буын ағаларымыз Дәулетжан Шаймұран. Ал біз Атажұрт қаржыдан қиналып жүргенде бізге бума ақшаны ең алғаш алып кеткен Әбілқайыр, Төлеухан, бүкіл Атажұрттағы әйелдер мен баладардың ісіне жауапты Гүлжан Тоқтасын, Гүлжан Әліш. Ал бүкіл Атажұрттағы барлық жылаған, зарлағандарға ең алғашқы қайырымдылық көмекті бастаған Тілек Ниязбек. Осы бүкіл Атажұртта жаңағы ұйымды топты түрде арыздануды ұйымдастырып жүрген Нұрқан Сұлтанбай бүкіл халықты оятуға. Ал осы Атажұрттың бүкіл үгіт насихат идеологиясына соңына таман қосылса да бүкіл халықтың оянуына себепші болған Құнанбай Байжиен. Ал енді ту бастан Атажұрт болғалы біздің осы идеологиялық кеңесшіміз болып, осы ең алғаш осы Қытайда қазақтың мәселесі туралы ең бірінші мақаланы жазып президентке ашық хат жолдаған Құлгермел емес. Осылардың барлығы Атажұрттың иесі. Сондықтан Атажұртты бізден тартып алды. Атажұрттың каналын бізден алып алды, сайты біздікі еді деп арыз жазған Ербол Дәулетбекұлы менен Қайрат Байтоллаұлына менің айтатыным. Ербол Дәулетбек те Қайрат Байтолла да сіздерге қандай қысым болды? Қай жақтан қысым болды? Қытайдағы туыстарыңды қыспақ қалып бопсалады ма? Онда ашық қайтыңдар. Жоқ, басқа да сендердің тілдерін қысылатын бір жақтан қысым қалып бопсалап, осы өздеріңмен күні кеше бір дастарханнан дәм татып, бір жерде жүріп, осы Қытайдың экспансиясына қарсы күрескен жора жолдастарының барлығын, жоғарыдағы алдыңғы буын ағалар, кейінгі інілер, бүкіл сол екеуіңнен басқа 99.99999 бәрі бізбен бірге. Сонда сендер оны қай беттеріңмен Атажұртты біз тіркетіп алдық, біздікі деп айтасыңдар сонда? Бала күнде бір ойын болушы еді, патшаның тағы деген бір тақ қойып қоятын біз. Соған кім жүгіріп барып отырса, сол патша болатын. Сонда Атажұртты кім тіркетіп алса, соныкі ма сонда? Бұл қисынға келмейді. Атажұртты сен Ербол тірке деп тапсырма бұйрық берген менмін ғой.
Сен тіркетесің заңды жолмен. Ал егер мүлде бізді тіркетпей қойса, онда Гүлжан сен кез келген ешқандай бір құпия тіпті тізімдігіндегі адамдарына дейін бізбен қатысы жоқ адамдардан құпия тірке дедік. Ал тағы бір жігітке, басқа бір жігіттерге сен қор тірке дедік. Сөйтіп Атажұрттың қаржылығын шешеміз деп жиынды ашып сендерге тапсырманы берген мына алдыңда отырған мен емеспін ба? Атажұрттың жалғыз жұмысын Қайрат екеуміз істедік деп қайтып айтасыңдар. Бүкіл базаларымызды, видео базамызды алып алды деп. Видео база YouTube'те тұр ғой, бүкіл жер әлемге ортақ болып YouTube'те тұр ғой. Бар да көшіріп ал. Бүкіл жері, көшіріп ал, 2 канал қылып көшіріп ал, 3 канал қылып көшіріп ал. Оның бәрі ашық қой, кім ашыққа шығып арыз берді, соның бәрі YouTube'те тұр. Соның бәрі сол күні шықпаса да алды кешіккені бір айдан кейін халықаралық ақпаратқа шығады. Ол базаны не істейін деп едіңдер? Ол базаны. Ал сол бүкіл арызды қабылдаған адам да менмін ғой міне. Аудармашы, неміс тілі аудармашы, волонтер бір кезде бір адам келді, бір ай істеді. Екінші рет ана бір сары қыз келді, 2 ай істеді. Араб тілі аудармашы ана Садыржан деген бауырымыз, Аюпов деген, ол істеді. Міне Карима Абдрахманова деген әпкеміз орыс тілі, ағылшын тілі, неміс тілінен ол бәленбай уақыт істеді. Ол қисап жоқ қой. Араб тілінің өзінен 3-4 адам келіп аударды. Неміс тілінен бір 3-4 қыз жігіт келді. Ағылшын тілінен аударған адамдар бір 10-ға жетіп қалады. Қытай тілінен аударма қанша жігіттер келді. Аттарын айтсаң бәрі келді ғой, бәрі еріктілер ғой, солар келді. Онда солардың бәрі менің видеомда әкелді. Бөліп берейік, мынау сенікі, мынау сенікі деп. Сондықтан жігіттер бір нәрсені айтайық. Сендердің өстіп бірге жүрген жора жолдастарыңды өстіп сотқа сүйреулерің, бұл енді 5 жыл өтер, 10 жыл өтер, 15 жыл өтер, ұят. Бұдан ешкім сотталмайды. Бүкіл дүниеге әйгілі Мұхтар Шаханов, яғни биліктің ауыр әртиллериясы Шаханов бастап арыз жазып, бүкіл 17-19 әулиесі бір рет 17 адам, бір рет 19 адам арыз жазып, бүкіл әлеуметтік желісін қарсы қойып, бүкіл пулеметімен, ракетасымен тарсылдатып атып, соттаталған жоқ. Енді Ербол, Дәулетбек, Қайрат, Байтолла сендерге арыз беріп, сендер сонда қай ақылдарыңменен ойлап тұрсыңдар, білмеймін. Көп көріміз сыйласты сіз біз деп тұрғанбыз. Сендер сол үйімді тіркеп алғанда, Бекзатты халық сайлағанда наразы болдыңдар. Онда сен бастық бола бер, сен орынбасар. Бекзат айтты ғой. Мен онда сендердің аудармашы болып жұмыс істей берейінші деді ғой. Бекзат жалынды ғой сендерге. Тілек Ниязбек елшілікке барды ма? Үйімді бөлшектемейік. Сендер бастық болып өстіп. Бүйтіп отыра беріңдер деп. Бүйтіп. Сыздан. Мен аудармашы болайын деді ғой. Тілек келісімге барды ғой. Сейіт Шежінбек келісімге барды ғой. Ғалым Рақыжан келісімге барды ғой. Жоқ. Атажұртты 2-3 адам басапы алды. Бәрін қуып, анау алдыңғы буын ағаларымызға дейін қуып, Түркиядағы Бәбсәлем Өктанды оңбағансың деп боқтап, бүкіл түрік ақпаратын чулатқан Бәбсәлем Өктан, сол арқылы әлем ақпаратын бүкіл дүние жүзіне осы аударып жеткізіп, тоқтаусыз тек түрік ағылшынға жауапты болған Қалман қос жігіт, оны боқтап оңбаған деп, ана жақта оңбаған итсің деп, әкеңдей адам Нұрқан Сұлтанбайды оны боқтап, неше түрлі ажуалап, сурет жасап оны. Әкең қатарлы бүкіл жазушылардың ішінде беделді, ой, Нұрқан Сұлтанбай, Құнанбай Байжен. Оларды боқтап, бүкіл бәрімен жауап, екеуін ғана тұрдыңдар. Не істейміз жігіттер? Ұят. Сендер мынау арыздарыңды қайтарып алыңдар. Бүкіл әлем алдында, ел жұрт алдында масқара болмаңдар. Сендердің алдарыңда бір көпті көрген енді замандастарың ретінде. Жасым міне 46-ға келсе де мен бір 460 жыл өмір сүрген шал сияқтымын, 460 жастамын. Айтарым, өмір осымен бітпейді. Мынау мен 46-ға келгенге дейін дүние талай тасталқан болды. Жер бетінде талай патша ауысты, талай аспанда жүрген жұлдыздар жерге түсті, талай жерде жүргендер аспанға шықты. Оң дегенің теріс болып, теріс дегенің оң болды. Дүние өзгереді. Ертеңгі ұрпақ, бала шаға бар, өсіп келе жатқан халық бар. Мына адам не үшін өмір сүреді? Мына бір бет деген нәрсе үшін өмір сүреді. Намыс. Біреудің артына барғанда қиналмай, қысылмай сәлемдесіп, қалайсың деген сол. Адам мына бір жапырақ бет үшін өмір сүреді.
ешкімнің алдында тілін қысылмай, жақсы өмір сүрген, бір жерде отырғанда біреудің келемежіне ұшырамай, біз осылай деп, кім біреу саған қарсы пікір айтса да мен бұлаймын деп ақтала алатындай болу керексің. Тұтас адамзат білетін атажұрт қой бұл. Бүкіл адамзат білетін Қытай фашизміне, қызыл фашизмге қарсы күрескен жалғыз бренд атажұрт қой. Себебі атажұрт Америка, Еуропа мойындаған атажұрт. Қытайдың қылмысын демократ Қытайлар ашқан жоқ. Қытайдың қылмысын тибеттер ашалған жоқ. Қытайдың қылмысын 30 жыл айғайлаған ұйғырлар ашалған жоқ. 60 жыл айғайлаған Тибет ашалған жоқ. Қытайдың қылмысын не бары ұшақ жыл жер әлемге, тас талқанға, бүкіл әлемге фактыны аңыратып тұрып, бүкіл видеосымен, бүкіл фотосымен ашқан атажұрт деп бүкіл Еуропа, Америка айтады. Тіпті анау Америкадағы диссидент миллиардер Гоунгей өз аузымен айтты бұндай сөзді. Қаншама жазылып жатыр ағылшынша. Екеуің енді ағылшынша дым білмейсіңдер, білем. Қытайша да білмейсіңдер, білем, сауаттарың шамалы. Сендердің бір ғана тілдерің бар, қазақ тілі, оны да білем. Бірақ кезінде жап-жақсы ұлтшыл жігіт болып қатарымызға қосылғасыңдар. Атажұрттың ішінде екеуіңде жүргесіңдер. Бірақ қандай мәжбүрлік туды, соны айтыңдар. Кім сендерді кеңірдектеріңнен қысып қинап отыр? Әлде бопсаға ілініп қалдыңдар ма? Әлде біреу кресло ұсынды ма? Бір мансап ұсынды ма? Мансаптың үлкені халықтың сый құрметі. Мансаптың үлкені халықтың саған айтқан рахметі. Біреулер жоғары биікте отыр, бірақ халық оны баяғыда туалетке көміп қойған. Біреулер қарапайым ғана халық болып отыр, бірақ халық оны әлде қашан аспанға шығарып қойған. Біреулер жер жүзінде қазір аяғымен жер басып тірі жүр, бірақ халықтың санасында ол өліп қалған. Бірақ біреулер әлде қашан өліп қалған, бірақ халықтың санасында мәңгі тірі. Айналайын жігіттер, сендердің достарың айтам, туыстарың айтам. Айналайын жігіттер, сендер осы ештеңке істемей, ештеңке анаған таласпай, мынаған бедел, атақ, абырой дегенді арыздану арқылы, таласу арқылы алмайды. Біреумен біреу соттасып, абыройлы бопты, беделді бопты демейді. Абайдың беделі біреуді жамандаудан, соттаудан келген жоқ. Қаныш Сәтпаевтың беделі де біреумен соттасып келген жоқ. Еңбегімен келеді. Беделді Құдай береді. Беделді Құдай береді. Атты да, атақты да, сыйды да, құрметті де Құдай береді. Оны сен бүйтіп бірдеңен тартып ап, мынаны жұлып ап, мынаны мен тіркеп алдым деп, сен өйтіп бедел таппайсыңдар. Сендер қандай жағдайда беделді боласыңдар? Егер сендерге кресло керек болса, онда түсінемін. Қытай бопсалап тұрса, немесе Қытай бірдеңе беріп тұрма, онда түсінемін. Бірақ егер сендер бедел үшін жоқ ол болай десеңдер, онда бізге қосылыңдар. Өздерің теуіп шығарған алдыңғы буын үлкен ақсақалдарды, ағаларды, бауырларды бәрін қайтадан топқа қосыңдар. Себебі ол бәрі сол. Бізге ілгерінді кейінді болып, кейін атажұрттан шегінді, кейбіреу жеке көзі, кейбіреу айтты, сендер өте қауіпке, жаңағы біз тұрмысын, туысын қинады, анам. Соның бәрі атажұрт ертең тарихта жазылады. Кім 1 жыл жүрді, 1 жыл атажұрт. Кім 2 жыл жүрді, 2 жыл атажұрт. Бәрі тарихта қалады, қазақ тарихында қалады, адамзаттың антифашизм күресінің тарихында қалады. Сендер де райларыңнан қайтыңдар. Мынау карантиннің кезінде бүкіл ел тыныш үйінде аурудан қорқып жатқанда полицияны әурелеп, мына өзіңнің кезіндегі жора жолдастарыңды да әурелеп, арыз беріп абырой таппайсыңдар. Мәңгі бақи тасқа ойып тұрып қарабет болып қалмасаңдар, басқа ешқандай абырой жоқ. Егер сендердің мақсаттарың мәңгі бақи бүкіл адамзат алдында, қазақ халық емес, бүкіл адамзат алдында қарабет болып қалуды армандаған болсаңдар, онда райларыңнан қайтпаңдар. Онда біз дайынбыз, соңына дейін дайынбыз. Себебі ауыр артиллерияң ракетасын атып, пулеметін атып, жаңағы ең ауыр артиллерияң бүкіл шәуілдеген күшігін итім, бүкіл агитаторын, бүкіл үгітшісін, бүкіл фейсбуктегі әлеуметтік желіде командасын, бүкіл газетін, бүкіл ұлттық арнасына дейін салып, ақиқатты жең алған жоқ. Ұлттық арнаға дейін жихадшы деп тұрып жала жапты. Ақиқатты жеңді ма? Жең алған жоқ. Неге? Біріншісі Құдай көріп тұр, ақиқатты. Екіншісі халық қолдап тұр. Себебі халықтың Қытайға экспансияға деген қарсы жүрегіне біз керек болып тұрмыз.
Ол халықтың алқауы, халықтың тілеуі, біз білмейтін, біз өмір аяғымыз тимеген жердегі ауылда қарапайым шаруа ата мен әже түнде тұрып бізге дұға қылады. Бүгіннің өзінде кем дегенде 20 телефон алдым. Тек түске дейін дұғадамыз дейді. Солардың дұғасы бізді қорғады. Ал сендер қарғысқа қап қаласыңдар, жігіттер. Қарғысқа. Халықтың қарғысы оңай емес. Ол сендерді анау өздерің сенбейтін ана бір жақтағы қиындықты емес, мына дүниенің өзінде оңдырмай қояды. Сондықтан сендерге бет бедел керек болса, біздің қасымызда болыңдар. Біз тіпті айттық қой, сен ақ бастық бол, төраға болып отырыңдар. Төраға. Біз кіргенде анау 10 метр жерден еңбектеп кірейік. Төраға, құрметті төраға деп офиске. Бірақ бір ғана шарт, Қытай экспансиясына қарсы тұрамыз. Қытай экспансиясына қарсы күресімізді тоқтатпаймыз, жалғастырамыз. Болды, басқа шарт жоқ. Ешкім бұл жерде мансапқа, атқа, атаққа таласпайды. Ат, атақ, бәрі сендердікі болсын. Сендердің арқаларыңда 4 жыл біз жамбаққан болайық. Сендердің кереметтіктеріңмен бүкіл нәрсені біз жазып берейік. Видео сөйле десең сөйлейік. Осы екеуіңнің арқаларыңда бүкіл жұмыс істеді. Осы екеуің болмасаң, күн шығыстан шығып, батысқа батпайды. Екеулеріңнің мына жұлдыздарды тіреп тұрсыңдар, сондықтан жер шары аман тұр. Біз сөйтіп айтайық. Тек мынау Қытайдың экспансиясына қарсы тұрып жатқан нағыз ата жұрттың, міне қазір 5 жігіттің үстінен арыз жазыпсыңдар. Ұят. Және YouTube каналды алып алды, біздің видео базаны алып алды. Ол арызды не істейсіңдер, ол арызды? Сендер қайсы біреуінің қасында отырып арыз қабылдап едіңдер? Айтшы. Қайсы біреуінің қасында? Анау қалың аудармашы бар. Ішінде мен де аудармашы болып, арыз қабылдап, соны аударып, шетелге жіберіп, базаластырып жатқанда сендер қайдасыңдар? Ал ол базаны алып алдыңдар. Біз оны қазір Америкаға беріп қойдық, Еуропаға беріп қойдық. Бәленбай тығатын жердің бәріне кіргізіп қойдық, оның бәрін копиялап. Мен тұтқындалатын 2019 жылдың 11 наурызынан бұрын, мен сол 10 наурыз күні жарияладым. Қытайшылдар кеш қалдыңдар. Бүкіл видео базаны, бүкіл архивтенген жаңағы ағылшын тіліндегі арыз, жазбаша арыздың архивін Америкаға жіберіп болдық, Еуропаға жіберіп болдық. Енді біздің компьютерімізді өртеп жібер, аккаунттарымызды жойып таста. Кеш қалдыңдар деді. Сол күні түнде тұтқындалдым. А сендер мақұл. Видео базаны алдыңдар. Не істейсіңдер, оның бәрін копиясы бәленбай жерге кетіп болды. Тұр, YouTube'те тұр, ашық тұр. Оны не істейсіңдер? Құшақтап жатасыңдар ма сонда? Бізде тұр, қатты дискі, хард дискілер тұр бізде. Қазірде бірнеше жігіттің қолында тұр. Қолдарыңа берейік, соны бүйтіп, құшақтап. Оны құшақтаған ішінде мен шыға келем ғой, сопаң еті. Қайсы арызды қабылда, мен шыға келем. Сопаң еті Бекзат шыға келеді. Қайырымдылық іс-шарада Тілек, Гүлжан, Әбілқайыр, Дәулетжан шыға келеді. Лекцияларды ашсаң, сопаң етіп, өзің жек көретін боқтаған Құнанбай Байжан мен Нұрқан Сұлтанбай шыға келеді. Не істейсіңдер ол видео базаны сендерге? Бәрін боқтап, қарғап сілеп тастамадыңдар ма? Жоқ, отырып алып, рахаттанып, отырып тыңдайсыңдар ма әлде бізді? Сондықтан бауырлар, мен айтам, бүкіл бір Совет одағы кезінен абыройлы, беделді болып келген, бүкіл ешкімді бет қаратпайтын, ұстаған жерде, қолы тістеген жерде тісі қалады деген ауыр артиллерияңды да тасталқан қылған ата жұрт. Себебі біздің артымызда тұтас адамзат қауымдастығы тұр. Біздің артымызда тұтас Еуропа, Америка тұр. Біздің артымызда тұтас қазақ халқы тұр. Біздің артымызда Құдай тұр. Құдай қорғап тұр бізді. Бізді ақиқат қорғап тұр. Сендерге егер бет керек болса, ол бет тек бізбен бірге жүргенде болады. Егер сендерге бедел керек болса, ол бедел де тек бізбен бірге жүргенде болады. Басқа жоқ. Басқа жоқ. Қасқырда қас қылмайды жолдасына деп деген. Қасқыр құрлы болайықшы. Қасқыр құрлы. Мен сендердің жеке бастарыңа тиіспеймін. Сендер бір кезде мен үйғамақтан шыққанда айттыңдар, Серікжан Аппасия, Серікжан радикал дедіңдер. Өздеріңнің бөлек кеткендіктеріңді дәлелдеу үшін. Мен Аппасия емеспін, радикал демеспін. Артынан барып айттыңдар, Серікжан биліктің иті чынжырлаған, 7 жыл чынжырланған ит үйінде тыныш отыру керек деңдер. Сонда қай сөздеріңе сенейін? Мен сонда Аппасиямын ба? Биліктің итімін ба? Өзім түсінбей қалдым ғой. Өткенде ана қалың қытайшылдар Фейсбукте жазып,
Серікжан Қытайдың шпион деп. Қытайдың шпиондық па? Қайсы Қытай екен деп қолым. Соның артынан Тайванның шпион деп қояды. Өткенде не дейді? Ресейдің шпион деп бір әулие жазыпты. Себебі Орта Азияда Қытай экспансиясына қарсы тұру Ресейге керек. Ресейдің шпион Серікжанды Ресей қорғап тұр, сондықтан біздікілер тиіспейді депті. Біреулер биліктің иті деп, біреу оппозиция депті. Біреулер Американың шпион деп, біреулер жазыпты сен. Мына Қазақстан мен Қытайды соғыстырмақшысың Американың талабы дейді. Ой, не деген саясаттанушылар, мойындайсың бар ғой. Мына біз бар ғой, мына физика, химия, биология, медицина деген ғылымды оқып жынды боламын. Біз өсекология деген ғылымнан бар ғой, бүкіл бәріміз доктор болып кетеміз ғой, өсекология дегеннен. Өсектөбе ғылымының өсекологиясын бәрі отырып алып, ананы шпион, мынаның шпион. Айтпайсыңдар ма, Серікжан инопланетадан кепті, күн жүйесінің сыртындағы бір планетадан адамзатты қырып жою үшін жіберген екен деп. Шварценеггер келеді, анау терминатор бар ғой, сол терминатор екен. Серікжанның жұлындарының бәрі темір екен, шапса қылыш өтпейді, атса оқ өтпейді, отқа салса күймейді, суға салса батпайды екен деп жазбадыңдар ма? Бар еді ғой анау бір аңыздағы. Оғыз қан. Көктен бір сәуле түседі, сәуледен бір жаңағы бір көк сәуленің ішінен бір оғыз қанда ма, оғыз қағанның аңызында ма, сондай бар еді ғой. Осындай қиялы әңгімені айтып, Фейсбукте жазып, дауласып, ана жерде биттің деп, мына аудиомды алып монтаждап, мына жерде айтып-айтыпсың деп, ана аудиомды алып монтаждап, өзгертіп, бийтіпсің, айтыпсың, қазақтың намысына тиіпсің, контексттен бұрып алып, не жаңалық жашып жүрсіңдер сендер сонда. Бізде бірақ мақсат бар. Қытайдың экспансиясына қарсы тұрамыз. Кім Қытайдың экспансиясына қарсы тұрады? Ол біздің досымыз. Кім Қытайдың экспансиясына қарсы тұрмайды? Ол біздің жауымыз. Кім болды, қате істеппін, түсінбей қаппын, бопсаланыппын, алданыппын, мені бір сұлу қыз жіберіп, қонақ үйде видеомды түсіріп апты, содан алданып қаппын, сондықтан сені боқта деп еді, боқтап қойдым де, кешірім сұрап болды. Жақсы. Мысалы, өткенде бізге хабар келді. Бізді күні-түні боқтайтын біреуді Қытайдағы тележурналист қарындасын бопсалапты. Ағаң Серікжанға барып арыз беріпті. Ағаң Серікжанға қарсы тұрса, біз сені ұстамаймыз депті. Анау күні-түні мені боқтайды. Мен түсіндім дүндеген жоқпын. Қаласам, кез келген уақытта аты жөнін жариялай салам. Мені боқтағанда бүкіл үрім бұтақ туыс-туғанымен қоймай қарғап-сілеп отырады. Бірақ оның қарындасы аман қазірше. Күйеу баласы түрмеге отырған, бізге келіп арызданған, сол күйеу баласы түрмеден шықты, халықаралық ұйымдарға дейін бізге қоңырау шалып сүйіншіледі. Біз ол адамдарды елемейміз, жай ауылдың адамдары жарайды, болды, жүре берсін деп, сотқа да бермейміз. Мысалы, бізге баяғыда келген адамдар бір дәберністі бере сал, таст еткізіп, мынанда соттап береміз деп. Берген жоқпын. Өз қазағымды өзім сотқа беріп, тарихта қара бет болғым келмейді. Соттың үлкені халықтың соты, соттың үлкені ұяттың, ұжданның соты, соттың үлкені ардың соты. Сол жеткілікті. Мен ешкімнің ананы соттатайық, мынаны соттатайық деген қақпанын баспаймын. Сондықтан жалпы қазақ халқын айтам, қазір нағыз ата жұрттың басына үлкен қауіп төніп тұр. Қазақстандағы және Қытайдағы мүдделі топтар нағыз ата жұрттың бүкіл жұмысын теріске шығарып, бүкіл базасын, видеосын тартып алмақшы. Сөйтіп нағыз ата жұрт деген атты қолданбаңдар демекші. Бүкіл осы істелген еңбекті өз аттарына жазып алмақшы. Онымен олар қайда бармақшы түсінбеймін. Халық тағы да үлкен сотқа дайындалыңыздар. Егер біздің үстімізден арыз жазғандар тәубасіне келіп болды, қателесіппіз, қайтадан бірлесіп күресейік десе, біздің құшағымыз ашық. Ал егер жоқ қайтпаймыз десе, ең соңына дейін тасталқан қылып, ауыр артиллериясымен қосып, табанға таптап, абыройдан жұрдай қылып, бүкіл қазақ тарихында мәңгі бақи, ешқашан ешкім ақтай алмайтын қара бет қылып, тынып, ең соңғы жеңіске жеткенше біз тоқтамаймыз. Сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар.
комментарийға лайк басыңыздар, үздіксіз комментарий, лайк басыңыздар, топтарға бөлісіңіздер. Күніне 3 уақыт тамақ ішсеңіз, 3 уақыт бөлісіп қойыңыз. 5 уақыт намаз оқысаңыз, 5 уақыт бөлісіп қойыңыз. Фейсбукке, Инстаграмға, Твиттерге, Ютубке бәріне бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.